Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ананасовый пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен тестісін дайындап аламыз. Базовый қамыр деген видео сабақта бар. Осы қамырға жасай береміз. 2 жұмыртқаға қазір біз 100-120 грамм қант саламыз. Мен 100 грамм салам. Және осындай творог 5%-тік 400 грамм салам. Және 10 грамм крахмал кукурузный. Және 100 грамм сметана саламыз. Грамм сметана саламыз. Және осының барлығын блендермен до однородности блендерлейміз. Енді осының ішіне ананас саламыз. Bir banka. Мен суын төгіп дайындап қойдым. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осыны пісіріп алатын боламыз. Біздің ананасовый пирогымыз пісіп шықты. Міне осылай пісу керек. Менде равномерно пісірмейді духовка. Мен қазір сублимированный малинамен оформление жасаймын. Фисташка или кез келген дәндер оформление жасай беруге болады.